Миғраж оқиғасы. Әбутәліп дүние салған соң Хашим тайпасының көсемі болып Әбу-Лақап тағайындалды. Оның басшы болуы Мұхамбет үшін қауіпті еді. Себебі ол Әбдімүтәліп әулетіне жасалған қысым кезінде қара тізімге ілінбей кеткен. Мұхамбеттің арқа сүйер қорғаны жоқтығын жаулары тиімді пайдаланды. Пайғамбарды қорлау, мазақ қылу жиілейді. Ол намаз оқып тұрғанда үстіне әртүрлі заттар лақтыратын. Енді бір есалаң оның қазанында қайнап жатқан тамаққа түйенің жуылмаған қарнын тастап кетті. Үйлерінен шыққан қоқыстарын соның ауласына келіп үйіп кететін. Пайғамбардың қыздары әкесінің момындығын көріп қорланып жылаушы еді. Әкелері: "Жыламаңдар, қыздарым, ұлық Алла маған жеңіс сыйлайды" деп жұбататын. Оның қиналғанын көрген Әбу-Лақап: "Исламды тәрк етсең, бәрі қалпына келеді. Мен тұрғанда саған ешкім тиіспейді" деді. Қайсар пайғамбар иілмеді. Енді ол өзіне тірек болар тұлғаны Тайып қаласынан табуды ойлады. Бір Лат құдайының пұтханасы Тайыпта орналасқан. Қала жұрты Латқа тіл тигізген адамды аямайтын. Өзі Меккеден бір Алланың мейірімін насихаттағаны үшін қуылып келіп тұрса да, Тайыпта Құранның аяттарын ашып оқыды. Өзін пайғамбармын деп батыл жариялады. Қаланың надан жұрты оны мазақтап, ит қосып қуады. Пайғамбар сол жердегі жүзі егілген бауға тығылып жан сақтайды. Шаршап отырып талықсып кетеді. Кенет көзін ашса, бір кісі дауыстап оятып жатыр. Ол пайғамбарға бір тостақ жүзім алып келіп тұр екен. Пайғамбар: "Сен кімсің?" деп сұрады. "Мен Аддаспын" деді ол. "Қай жерден боласың?" "Кенғаннанмын. Жүсіп пайғамбардың елінен екенсің ғой. Сіз Жүсіп пайғамбарды білуші ме едіңіз?" "Әлбетте білем. Ол да мен сияқты пайғамбар. Бұл Тайыпта Жүсіпті танитын адам аз, көбі надан." "Жүсіп Алланың ұлық пайғамбарларының біреуі. Мен Тәңірдің адамзатқа жіберген елшілерінің ең соңғысымын. Менен соң ұлық Алла елші жіберуді тоқтатады." Мұхамбет пайғамбардың шын сөзі баланың жүрегін жібітті. Келген жігіт: "Мен сізге сенем. Пайғамбарлығыңызға иман келтірдім. Мені өзіңізбен ала кетсеңіз жақсы болушы еді. Мен де сізден даналық пен әдеп ғылымын үйренгім келеді" деді пайғамбардың көркем мінезіне қызығып. "Інім, әзірше осында қала тұр. Әлі ерте. Менің басыма қауіп төніп тұр. Ата-анаңа жауапты болар жайым жоқ. Көп ұзамай Алла маған жеңіс береді. Менің даңқымды барлық тараптан еститін боласың. Сол кезде маған кел, саған көкірек көзін ашатын хикмет ілімін үйретемін" деді. Жас жігіт: "Онда мен сізді қауіпсіз аймаққа дейін шығарып салайын" деп біраз жер сапарлас болды. Пайғамбар оның батылдығына риза боп қалды. Жігіттің де кеудесінде хикмет ілімін үйренсем деген құштарлық оянды. Пайғамбар түн ортасында Әумехан есімді жақын туысының үйіне арып ашып зорға жетті. Тайыпта көрген қорлықтың ізі Мүбәрактың көңілінде дық болып кетпей тұрған. Ол інісінің үйінде қамығып жатып ұйықтап кетті. Бірақ оның көзі ұйықтағанымен көңілі ояу тұратын. Ұлық Алла сүйікті пайғамбарының қорланып қамыққанын көріп біліп тұрды. "Ұлық Алла, менің Хабибім бүгін қатты ренжулі, көңіліне дық түсті. Мен оны мұндай халде көргім келмейді. Өзім қонаққа шақырып, көңілін бірлейін" деді де: "Әй Жебірейіл, жәннатқа барып барлық періштелерді салтанатқа әзірле. Бүгін менің пайғамбарым Мұхамбет осында келіп мейман болады. Пайғамбардың нұрынан жаралған ғаршы күрсі, лаухы қалам құрметін көрсетіп қызмет етсін. Мұса, Ғайса, Нұх, Ыбырайым пайғамбарлардың рухтары шадыман болып, рақымының нұрын қарсы алсын. Көрісіп, емін-еркін сырлассын. Күллі ғалам шаттанып, пайғамбардың нұрлы келбетіне көз тойдырсын. Өзің 70 000 періштені ертіп, пейіштен бір пырақты асыл тастармен әбзелдеп, досыма жөнел. Хақтың елшісін пыраққа мінгізіп, 7 қат көкті, жұмақ пен тозақты аралатып көрсет" деп әмір етті.
Жебірейіл Алланың бұйрығын орындап, сәруардың нұрынан жаралған 18 мың ғаламды шарлап сүйінші сұрады. Құрметті қонақпен қауышуға дайындықты бастауды міндеттеді. 70 мың періштені ертіп Мұхамбет пайғамбармен көріспекке келді де, «Иә, Мұхамбет!» деп оны оятты. Пайғамбар орнынан тұрып, «Армысың, Жебірейіл досым!» деп сәлем берді. «Уа Алланың сүйікті досы Мұхамбет, саған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Үмбетіңді уайымдап түнде ұйықтамадың, күндіз отырмадың, аш екенмін деп ас ішпедің, түн екен деп түс көрмедің, шаршауды білмедің, қайғырдың, қам жедің, сонда да қайратың қайтпады, қорықпадың, құбылмадың, жігерің мұқалмады. Хақ дінді жаю үшін қаншама азапты бастан кештің. Бүгін сені Алла өз құзырына қонақ етуді қалады. Сенің пәк нұрыңнан үлес алған 18 мың ғалам жүзіңді бір көруге ынтық боп асыға күтіп отыр. Менімен бірге жүр, деді. Пайғамбар Аллаға шүкіршілік айтып, жан жүрегімен елжірей тебіренді. Жаннаттан әкелген жібек киімдерді киді. Періштелермен бірге үздіксіз кәлима айтып, Алланы пәктеп, қағбаны тавап қылды. Жебірейіл пайғамбардың кеудесін ауыртпай тіліп, жүрегін алды. Мәкәйіл періште оның жүрегін алтын ыдысқа салып, мағрифаттың суымен жуды. Басқалары қолдарын қусырып, тәжім етіп, Алла елшісінің құзырына құлдық ұрып тұрды. Жебірейіл мүбәрактың алдына пырақты көлденең тартты. Қос періште қос қолтығынан демеп, оны алтын ерге отырғызды. Нұр пырақтың ерні қызыл гауһардан, иегі нұрдан, сүйегі сом алтыннан, тұяғы жауһардан, тізгіні зүбәржаттан, жүгені ақықтан, маңдайы ақ жақұттан екен. Жұпардай иісі, майдай жүрісі бар екен. Алланың хабибісін көргенде құйрық жалы райханнан таралып, қызыл күрең реңі құлпыра түсті. Бірақ Мұхамбетті көзді ашып жұмғанша көкке алып ұшты. Сапар бастала бергенде ту сыртынан беймәлім дауыс естілді. «Ей Мұхамбет, кейін қайт, жолдан адастың, онан да мында кел, атыңның басын кері бұр», деді. Пайғамбар дауыс шыққан жаққа қарамады. Есіл дерті Алланың дидарымен қауышу болған пайғамбар оны елемей өте шықты. Сәлден соң әлгі дауыс тағы да: «Ей Мұхамбет, мына жаққа үңілші, күллі әлемнің қызығы мен рахаты осында жатыр, алып кет, ол рахатқа сен ғана лайықсың», деді. Пайғамбар ол сөзді құлағына ілмеді. Бейтаныс дауыс енді оң жағынан естілді. «Ей Мұхамбет, патшалықты қалайсың ба? Міне тақ, міне бақ, ал да әлемді биле, тек мына сапарды мезгілінде тоқтата сал», деп гауһардан жасалған алып тақты алдына көлденең тосты. Пайғамбар тақты айналып өте берді. Енді дауыс үдей бастады. Ол енді: «Мұхамбет, сені алдыңнан ажал тосып тұр. Бұл сенің түсің ғана. Ақылға кел, үйіңе қайт, әйтпесе басың бәлеге шатылады», деп шыңғыр айғайлады. Пайғамбар міз бақпаған күйі әуелеп ұша берді. Үміті үзілген әлгі дауыс кенеттен бір пәсте құдіреттің күшімен жаншылып кеткендей кілт үзілді. Жолай пырақтың алдынан неше түрлі зәулім сарай, мыңғырған мал кездесті. Астың асылы мен тонның қамқасы да бірінен соң бірі көздің жауын ала бастады. Алуан түрлі дәмді тағамдардың иісі бұрқырап тұрды. Қарны қатты ашып тұрса да, пайғамбар оларға назар салмады. Осылайша сан алуан дүнияуи нығметтер барлық тараптан қол бұлғап өзіне шақырумен болды. Біраздан кейін алдарынан бір сұлу әйел күлімдей жолықты. Жанарымен арбап, сиқырлы күлкісімен баурап алғысы келді. Ол пайғамбарға қол бұлғап шақырды. Бірақ пайғамбар әйелге көзінің қырын да салмай өтіп кетті. Қызда пырақтың артында жылап қала берді. Аздан соң Жебірейіл періште пайғамбарға: «Ей Мұхамбет, аттың басын бұрмағаның дұрыс болды. Әлгінде арбаған іблістің даусы еді. Ол сені бала-шағамен, қала берді өліммен қорқытып, сапарыңнан қалдыруды ойлады. Дүние нығметтермен қызықтырып, Алланың дидарынан мақрұм еткісі келді. Сен оларға назар салмадың. Ең соңында әйел болып алдады. Оны елемедің.
Егер осылардың біреуіне титтей де болсын көңіл бөлгеніңде сапарың осымен тоқтар еді. Үмбетің қыз қырқынға, байлық пен билікке көңіл ауып, Алланы ұмытар еді. Сен Алланың нағыз хабибі екенсің. Осы ерлігіңнің шарапатынан, үмбетіңнен Алланың дидарына ғашық болатын нағыз ерлер қияметке дейін шығып отырады деді. Пырақ заулаған қалпы пайғамбарды Құдыс қаласындағы Әл-Ақса мешітіне әкелді. Мешіт алдында қисапсыз періштелер пайғамбарды күтіп тұр екен. Оны салтанатпен қарсы алды. Пайғамбар мешіттің ішіне кірсе, іші құжынаған халық екен. Жебірейіл: бұлар сізден бұрын өмір кешкен 124 мың пайғамбар. Олар Алланың қалауымен шірімеген тәндеріне қайта кірді. Олар саған сәлем беріп, құшақтасып қауышуға жиналды деді. Пайғамбарымыз қолын төсіне қойып, басын иіп, олармен амандасты. Барлық пайғамбар: Мұхамбет, сапарың оң болсын, миғраж құтты болсын, бұл саған ғана нәсіп болған нығмет, біз саған қызығып тұрмыз деді. Мұхамбет пайғамбар бәрімен құшақтасып көрісті. Бір-бірінің мейір шуағына қанған соң, екі бас намаз оқуға ыңғайланды. Жиналған жамағат: Я Алланың сүйіктісі, бізге имам болыңыз, алғы өтіңіз, деді. Мұхамбет пайғамбар: Әке тұрып ұл сөйлегеннен бездеген, алдымда атам тұрғанда менің сап бастағаным әдепсіз болар. Имамдыққа бәріміздің атамыз Адам Сапиолла шықсын деп сынықтық танытты. Адам ата: Мен пейіште жүргенде тыйым салынған бидайдың дәнегін жеп, ұлық Алланың алдында ұятты болдым. Соның өкініші әліге дейін өзекті өртеп тұрады. Имамдық маған қол емес деп кер шегінді. Пайғамбарымыз Нұхқа бұрылды. Адамзаттың екінші атасы сізсіз. Топан судан кейінгі тіршілікті сіз жалғастырдыңыз. Онда имамдыққа сіз шығыңыз деді. Нұх та кейін шегініп: Мен сабырым сарқылып, өз жұртыма қарғыс айттым. Соның кесірінен елде алапат апат болды. Сол сабырсыздығыма әлі кезге дейін ұялам. Бұл жерде имамдыққа шығуға лайықты емеспін деді. Пайғамбар Ыбырайымға бұрылып: Сіз де Алланың сүйген құлысыз. Есіміңізді еркелетіп Халиолла деп атаушы едік. Онда сіз шығыңыз деді. Ол: Мен де өз заманында ажар әйелімді аяғы ауыр кезінде айдалаға апарып тастаған едім. Сол қаттылығым үшін осы кезге дейін қысыламын деп, ол да михрабқа жақындамады. Кезек Жүніс пайғамбарға келді. Ол: Мен Мұсыл шаһарында еліме апат келгенде кемеге мініп, бас сауғалап кетіп қалдым. Сол үшін мені ұлық Алла жазалап, балықтың қарнына тықты. Имамдыққа лайықты емеспін деп тартыншақтады. Пайғамбар оның қасында тұрған Жүсіпке бұрылған еді. Ол: Мен әкеме ат үстінде сәлем беріп, әдепсіздік көрсеттім. Сол үшін Алла мені жазалады. Денем 7 күнде шіріп кетті. Бүгін бәрі қабірдегі тәңіріне қосылғанда менің өз денем табылмады. Сіздің шарапатыңыздан ғана ұлық Алла мейір шапағат етіп, менің денемді жаңадан сомдады деп айыбын есіне алды. Пайғамбар: Әй Мұса, ұлық Алламен тікелей тілдескен өзіңсің. Сол үшін елің еркелетіп Калимолла деп атады. Намазды сен бер, деді. Мұса: Мен ұлық Алланың дидарын елге көрсетем деп оңбай қателікке ұрынғам. Сол қылығым есіме түссе, әліге дейін қызарып кетем. Әй Мұхамбет, сенің дәрежең бәрімізден ұлық. Намазды сен бер. Біз саған ұйып намаздың ләззатын алайық деді. Олардың арасында Дәуіт пайғамбар да тұрған еді. Ол жез таңдай әнші болатын. Құйқылжытып забор жырларын айтқанда тау-тас егіліп жылайтын. Аққан су, құтырған жел тоқтап қалатын. Ұшқан құс, жүгірген аңның бәрі елітіп тыңдап тұрушы еді. Сондықтан да Дәуіт азан шақырып тәкбір айтты. 124 мың пайғамбар сапқа тұрып, Мұхамбет пайғамбарға ұйып намаз бастады. Бұған дейін бірде-бір пайғамбар құлшылықтан тап осылай ләззат алмаған екен. Барлығы балқып, ұлық Алланың мейірім шапағатына бөленді. Рақымды Құдай бұл намазды бірден қабыл етті.
Мұхамбет пайғамбар намаздан соң ұлық Алладан үмбетінің жарқын болашағын тіледі. Құлшылық біткен соң Жебірейіл періште: «Әй Мұхамбет, Алла сенің сынық мінезіңе риза болды. Әлбетте, Жаббар хақ сенің дәрежеңді бәрінен артық етті. Егер көңілің өсіп, өзгелерді елемей, имамдыққа бірден сұранып шыққанда, сапарың осы намазбен тамам болар еді. Өзге пайғамбарлар да сенің бағыңмен таласпады. Ердің өзімен талассаң да, бағымен таласпа деген. Ұлық Алла сол мінездер үшін олардың да намазын қабыл етті. Бұл Алланың жақсы көретін қасиеттерінің бірі деді». Намаздан соң жиналған жамағатта періштелер де Мұхамбетті қимай мекендеріне тарасты. Нағыз миғраж сапары енді басталды. Жебірейіл мен пайғамбар Пыраққа келді. Оның қасында қазандай қара тас жатыр екен. Пайғамбар оны басып Пыраққа мінді. Осы сәтте қара тас пайғамбардың оң табанына жабысып бірге көтерілді. Пайғамбар түсінбей төменге қарады. «Қара тас, әлем жаралғалы сізге басқыш ретінде қызметке жарау үшін мыңдаған жыл бойы тапжылмай күтіп жаттым. Бұл міндетті маған Алла әуелде жүктеген еді. Міндетімді адал атқардым. Енді мен де мекеніме қайтамын» деді. Жебірейіл періште тасқа оқты көзін қадап: «Әй қара тас, әдепті бол. Пайғамбардың шылауына жармаспа. Алладан саған қайтуға әлі рұқсат жоқ. Қияметке дейін осында боласың, қал» деп бұйырды. Құдайдың құдіретімен сол сәтте қара тас бос ауада қатып қалды. Бұл тас әлі күнге дейін Әл-Ақса мешітінің жанында қалықтап тұр екен деседі. Пырақ пайғамбарды мінгізіп алып көкке жүйітке жөнелді. Сол мезетте 7 қат көкке қарай інжу маржанмен безендірілген ғажайып бір жол пайда болды. Жолдың екі жағынан қойылған шам шырақтар самалдай сәуле шашты. Жолдың оң жағында 80 мың періште, сол жағында 80 мың періште Аллаға мадақ, пайғамбарға салауат айтып ілесіп келе жатты. Бір кезде пайғамбар астындағы пырақтың мұңды кейіпте жылап келе жатқанын байқады. Ол пырақтың жалынан сипап: «Әй пырақ, сен неге жылап келесің?» деді. Алланың құдіретімен пыраққа тіл бітіп: «Алланың сүйіктісі Мұхамбет, сендей асыл ерді алып ұшу бақытының маған нәсіп болғанына қуаныштан жылаймын. Бірақ бұл рақат сезімде бір сәтте өте шығар-ау деп қайғыдан жүрегім сыздап келеді. Мақшар таңында да сені үмбетіңнің алдында алып жүрсем деген арманым бар еді. Сол арманым орындалар ма екен деп уайымдап келемін» деді. Пайғамбар: «Алла тілегімді берсе, мақшарда сені таңдадым. Еш алаң болма» деді. Пырақ: «Мақшар таңында пырағаттар өте көп болады. Барлық пайғамбарлар мен әулиелердің, салиқ, тақуа құлдардың бәріне пырағат беріледі. Сол кезде ең бірінші пырақ міну құрметі сізге бұйырады. Пырақ атаулының нашары жоқ. Бірінен бірі асып түсетін сұлу да сымбатты болады. Менен сұлу пырақтар болуы әбден мүмкін. Сол кезде сіздің назарыңызға ілінбей қаламын ба деп қорқамын» деп мұңын шақты. Пайғамбар: «Әй пырақ, маған деген ықыласың бір сәтке де кемімесін. Мен сені ықыласыңа қарап танимын. Шарты сол болсын» деді. Пырақ басын изеді де көңілі мейірленіп сала берді. Ол шабысына шабыс қосып, көз ілеспес жылдамдықпен ұша жөнелді. Олар 7 қат көкпен 7 қат жерді жалғап тұрған ғажайып сатыға келді. Сатының бір жағы алтыннан, бір жағы күмістен екен. Тіреуіш қазықтары меруерттен жасалыпты. Сатымен періштелер жерден көкке, көктен жерге тынымсыз ағылуда. Өлген адамдардың рухтарын періштелер осы жерге жетектеп әкеп жинап жатыр. Оларды осы сатымен барзақ әлеміне әкетеді екен. Оларды жердегі жай адамдар көре алмайды. Жебірейіл пайғамбарға: «Бұл 7 қат көкке көтерілетін есік. Жер мен көктің шекарасы осы мекен» деді. Пайғамбар таңғажайып сатыны, оның күміс қақпаларын тамашалап тұрды.
Бір кезде бір топ періштенің белгісіз рухтарды шынжырмен байлап, қамшымен айдап көкке қарай қинап алып бара жатқанын көрді. Олардың басы салбыраңқы, жүздері солғын екен. «Бұлар кімдер?» деп сұрады пайғамбар. Жебірейіл: «Бұлар әлімсақ уәдесін ұмытқан рухтар. Алланың алдында қарар беті жоқ. Бастары салбырап бара жатыр. Іштерін өкініш пен ұяттың оты өртейді. Жерде істеген күнәсіне көктен жауап береді. Періштелер оны таразы мизамға тартуға алып бара жатыр. Олар: тағы да қайта туылсақ бола ма? Біз енді туылсақ өмірде момын болар едік деп жалынып жатыр» деді. Пайғамбар осы сәтте: «Я Алла, менің үмбетімді де осындай ғапыл, күнәкар құлдардың қатарынан қылма» деп жалбарынды. Жебірейіл бірінші боп аспан әлемінің қақпасын ашты. Пайғамбар «Бісмілда» деп бірінші қат көктің босағасын аттады.